Студия қонағы Астана қалалық мәслихатының төрағасы Зейнул Қабден Табиғат Қабденұлы. Қош келдіңіз. Әуелі, мынау жалпы осы Конституцияның басқасында өзіңіз комиссия құрамында жұмыс істеп жүрсіз, содан бастасақ, жалпы ата заңға енгізілген әрбір жаңалықтың жалпы парқын білесіз өзіңіз. Енді осы жаңа Конституциядағы ең басты өзгеріс өзіңізге ұнаған қайсысы? Енді сол комиссияның ішінде мүшесі болып, сол жерде жұмыс атқарғаннан кейін, сұрағыңызға жаңа Конституцияның бірінші бабымен айтып кетуге болады. Онда жазылған Қазақстан демократиялық зиярлы әлеуметтік мемлекет. Мемлекеттің басты құндылығы ол адам мен оның өмірі, құқығы мен оның бостандығы деп. Сондықтан осы жерде міне осылай айтуға да болады. Одан кейін енді кіріспе. Жаңа Конституцияның кіріспесінде преамбула дейміз. Онда да енді ғылым мен білімге, инновацияға көп көңіл бөлінген. Өйткені қоғам қазір бір орында тұрған жоқ. Уақыт өзгеріп жатыр, қоғам да өзгерді деген сияқты. Сондықтан көп деген осындай жаңа сөздер, жаңа терминдер қосылды.